Ұйғыр елінің көпшілікке танымал тапанчи тағамын осы жолы ерекше дәмдеуішпен картоп қосып жасап көрдім. Шын мәнінде дәмі тіл үйіреді екен. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен қазанды қатты отта қыздырып сұйық майымызды құйып, одан кейін бір ас қасық қант салып қоңырайғанша араластырамыз. Одан кейін барып тауық етін салып 10 минуттай қызарғанша қуырамыз. Енді біздің тапанчи тағамына қосылатын құпия дәмдеуішіміз ол осы Чон ұстамның керемет дәм беретін тапанчидің дәмін шығаратын арнайы дәмдеуіштері. Тапсырыс беру үшін астыға телефон номерлерін қалдыратын боламын. Енді пиязымызды ұсақтап турап қосып қызарғанша қуырамыз. Одан кейін картопты ірі етіп осылай турап аламыз. Қалауыңызша сәбізді де қоссаңыздар болады, және 2-3 тісше сарымсақты да қостым. Аздап су құйып 15 минуттай орташа отта бұқтырып пісіретін боламыз. Пісуге жақындағанда түрлі түсті осындай болгар бұрышын, жартылай ащы бұрыштарды да ірілеп турап қостым. Одан кейін 5 минуттай бұқтырдым. Тамағымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Детсе ұнаса парақшама тіркеліп алыңыздар. Және Чон ұстамның осындай әр түрлі тағамдарға арналған дәмдеуіштері бар. Міндетті түрде тапсырыс беріп, дәмін көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.